Құрметтім, алдағы шығатын ғибратты хикаялар мен әңгімелерден қорғалмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ертеде бір кәпір ғалым мұсылмандарға келіп, мен Алланың жоқтығын дәлелдеймін, деп олардың араларынан бір ғалымды айтысуға шақырады. Мұсылмандар күліп, біздің кішкентай ғалымымыз бар, деп имам Ағзам Абу Ханифаны көрсетеді. Бұл кезде имам Ағзам жас бала екен, бірақ Құранды жатқа білетін. Бұл хабарды естіп, көп адам жиналыпты. Кәпір ғалым мінберден орын алып, имам Ағзамды күтеді. Ол кешігіп келеді. Ғалым оны келе салысымен сөзбен іліп, кішкентай ғалым, маған не айтарыңды білмей ойланып, кешігіп жүрсің бе? дейді. Имам Ағзам, тақсыр, мен өзеннің арғы бетінде тұрамын. Бергі жаққа өтейін десем, қайық кетіп қалыпты. Мен қайықты күте алмай, бір ағашқа қайық бол деп едім, қайық болды. Сонымен бергі бетке өттім, дейді. Кәпір ғалым шексілесі қата күліп, сен мені ақымақ деп тұрсың ба? Ағаш қайық бол десе, бола қала ма? Ол үшін ағаш тасы қайықты жасау керек қой, деп қарсы шығады. Сонда имам Ағзам, о тақсыр, қайық екеш қайыққа да ұста керек екенін, біреу жасамаса өздігінен болмайтынын өзіңіз дәлелдедіңіз. Ал бүкіл әлемнің, адамзаттың жаратушысы жоқ деп қалай айтасыз, дейді. Кәпір сөзден тосылып, екінші сұрағын қояды. Сен маған Алла Тағаланы көрсет, дейді. Имам Ағзам сүт әкелдіреді де, кәпірге, мына сүтте май бар ма? деп сұрайды. Кәпір ғалым бар дейді. Соны маған көрсетіңізші, дейді имам Ағзам. Мен қалай көрсетпекпін? деп таңғалады ол. Сіз маған майды көрсете алмадыңыз. Мен сізге әлемнің қожасын қалай көрсетем? Мен оның бір құлымын. Менің өмірім оның қолында. Алла Тағала бұйырады. Мен бағынамын. Мен сізге Алла Тағаланы көрсете алмаймын, дейді. Кәпір ғалым үшінші сұрағын қояды. Қазір сенің Алла Тағалаң не істеп жатыр? Сонда Абу Ханифа ғалымға, мінбеден түсіңіз, дейді. Ол түскенде өзі мінбеге шығып, тақсыр, сіздің дәл қазір мінбеден түсіп, менің шығуым Алла Тағаланың бұйрығымен болып жатқан іс. Сіз мінбеден түсем дегенше, мен келем дегенше, Алла жанымызды алуы мүмкін еді. Бүкіл әлемнің тіршілігін қамтамасыз етіп жатқан Алла Тағалаға шүкіршілік етейік, депті. Сонда кәпір ғалым кішкентай мұсылманның жауабына тоқтап, исламды қабылдаған екен. Достар, алдағы шығатын ғибратты әңгімелерімізден қорғалмас үшін арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер және де басқалармен бөлісіп, сауапқа ие болыңыздар.